Қайырлы кеш қазақ елі, бүгін 25 мамыр 2025 жыл. Осы 17 мамыр мен 24 күні кеше аралығында американдық компания Traveling'нің арқасында 250 мың теңгеге адам басына бару келу Біріккен Араб Әмірлігіндегі Абу-Дабиге Астана қаласынан 17 күні ұштық. Барып Дубайдың қасындағы Дубайға 100 шақырым жердегі орналасқан Мәржан Хилтон деген қонақ үйге бардық. 24 кеше Астанаға кері қайтып Абу-Дабиден ұштық. Енді көргенімізді сіздерге баяндағым келіп отыр. Абу-Дабидің әуежайының өзінің неге тұрады? Адамның көзінің жауын алады. Қандай керемет, ғажап ғимараттар, есіктерінің өзі, әйнектері, орындықтарының өзі сапалы, өте керемет. Түнде келгендіктен біз әуежайдан шыққан кезде жолдарыныңдағы жарықтардың өзі күндіз секілді жап-жарық болып тұр. Сонау 150 шақырым жерде орналасқан Дубайға дейін, Дубайдың ар жағында 100 шақырым жерге дейін біз күндіз секілді жап-жарық жолдар теп-тегіс, 4 жолақ бір бағытта, кері бағытта ортасында жол жауып тұр. Керемет, теп-тегіс, ешқандай 140 шақырыммен жүрді. 2,5 сағаттай бардық. Өте керемет, сапалыға таңдай қағуға шамаңыз болмайды. Керемет, сондалықты сапалы орналасқан жолдарды. Өкінішке қарай біздің жолдарымыз жылда істеледі, өйткені бұл әкімдердің жол салу, бұлардың бизнесі. Не айналғаны қай заман. Оны бәріміз көріп отырмыз. Енді біз 2,5 сағаттан кейін жаңағы өзіміздің қонақ үйге келдік, орналастық. Содан бастап таңертеңгі ас, кешкі асты алдық. Түскі асты алған жоқпыз, өйткені бәрібір жей беріп жата берген болмайды деп. Сосын турмен біз экскурсияға өзім келдім, барып келдім. $85 бар жоғы. Сөйтіп таңертеңнен кешкене бірінші түске дейін Абу-Дабиді көрсетеді, түстен кейін Дубайды көрсетеді. Өз арақашықтығы. Автобуспен оның тарихын, мәдениетін, әдебиетін, жалпы олы қалай Дубай мен Абу-Дабиді Біріккен Әмірлігі қалай құрды, Мұхаммед ибн Саидтің, Натаньяхтың қалай өмірге келгеннен бастап, 1969 жылы жерде мұнай газ табылғаннан бастап, инвестиция тартып, ағылшындармен бірігіп, осындай жобаны ұйымдастырғандығы. 2015 жылы барған кезінде онша ғимараттар жоқ еді, Бурж Халиф қана бар еді. Қалған ғимараттар енді салынып жатқан еді. Ал кеше барған кезінде көріп, аузымыз аңқиып, құлағымыз қалқиды. Өйткені расында да барлық жолдың сапасы, инфрақұрылым деген өте керемет. Енді жаңағы қонақ үйде, отельде істеп жүргендердің барлығы жан-жақтан келген. Бірде-бір араб жұмыс істемейді. Филиппиннен келген, Индонезия, Бангладеш, Камбоджа, Неапол, Мьянма, жаңағы Вьетнам, жаңағы Үндістаннан, Пакистаннан келген қызметкерлер істеп жатыр. Ол жерде біздің елде секілді диплом сұрап, сенің жаңағы ақшаң бар ма, откат беріп жұмысқа кіреді. Ол жерде ештеңенің қажеті жоқ. Тек өзің ағылшын тілінде не жазасың, ағылшын тілін білсең болды. Сосын жұмысыңа уақытында келіп, уақытында кетіп, жұмысқа адал қызмет істесең болды. Түр түсіңе қайдан келдің ұрмайды. Ешкім ештеңе сұрамайды. Оған тек жұмысыңа адал болып қызмет істесең, жалақылары $1000 бастап $3000, $5000 дейін кетеді екен. Соны жұмыс сапасына байланысты өзіңді жақсы ұстап, міне мәдениетті, өркениетті ел деп осыны айтады. Мына Қалмақшал Назарбаев жайдан жай Дубайды таңдаған жоқ. Бүкіл байлығын сол мемлекетке тығып, қазір туған туысқандарымен сол Дубайда өмір сүріп жатыр. Өйткені Дубай бүгінгі таңда ол жарқын болашаққа ұмтылған қала. Көрініп тұр. Керемет. Бүкіл дүниедегі анау Илон Маск, Билл Гейтстен бастап, кешегі Криштиану Роналдо, футболист, Месси бәрі сол Дубайдан үй алып тастапты. Барлығы, сосын біздің шенеуніктердің барлығы Дубайдың ЖК Марина, Вероника деген ғимараттар, үйлердің барлығына үй алып тастағандығы. Сондықтан расында да ауа райы ыстық болғанына қарамастан жағдай адамға өте жақсы жаратылған. Бүкіл жаңағы автобустардың ішінде кондерлар ұрып тұр. Метроға түссең де, қай жерге кірсең, кондерлар сап-салқын болып тұрады. Сосын жаңағы бізге
қызмет атқарылған барлығының түріне қарасаң, барлығы иіліп сәлем салып, өте күлімді, көңілге деген, өмірге деген сүйіспеншілігі ғажап, бетіңе қарап күліп тұрады. Міне мәдениет деген осыдан басталады. Біздің Мержин Хилтонды Ұлыбританиядан, Германиядан келген немістер болды, Польшадан келген поляктар болды, итальянецтер, француздар, Ресей, Белоруссия, Украинадан кепті. Сосын бірнеше Қазақстаннан келген қазақтар болды. Енді бұған біздерден басқа, Травориннен басқа барған адамдардан сұрады, қаншаға. Жаңа горячий тур дейді ғой олар. 550 мыңнан басталады екен, 1 миллионға дейін. Тап мен секілді 7 күн, 8 түнге келгендердің барлығы осындай 1 миллионнан бастап. Ал біздікі Траворин болса, travel сайт дегеннен алдық, 250 мың теңгеге таңертең ас, кешкі ас, және осындай өте жалақы. Жаңа ақша арзандау, 4 есе арзан. Сондықтан қазір мен мынаның астына телефон нөмірімді қалдырам. Кімге Траворинмен әлемді шарлағыңыз келсе, саяхаттағыңыз келсе, жазып маған хабарлассаңыздар болады. Тіркеліп, Траворинмен арқылы ұшсаңыздар өте тиімді баға, және төрткүл дүниеде көрсең, көкірек көзің ашылады, өмірге деген құштарлығы артады. Керемет саяхаттау адамның қандай өмір сыйлайды. Өйткені бір-ақ рет өмірді мәнді де, мағыналы, баянды де, шаттықты, қуанышпен қарсы алып, өмірге деген құштарлық. Мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Арасында да бүгінгі Абу-Даби мен Дубай, бұл адам фантастика. Сондай косметикалық басқа әлемге барасың. Мүлдем төрткүл дүниеден келген, түр түсіне қарамайды, барлығы тек қана ағылшын тілін білсеңіз болды. Балаларыңызды міндетті түрде ағылшын тілін үйретіңіздер. Барлық жерге барсаң, есік айқара ашық болады. Өйткені дүниенің кілті ағылшын тілінде. Қазір төрткүл дүние IT технологияң, жасанды интеллект бүкірі дамып жатыр, алдыға қарыштап кетіп жатыр. Ал біздің енді кеше ұшып келген кезде қарасақ, біздің Астананың жолдары қырық жамау, өкінішке қарай. Ойшық, шұқыр, мен көлікпен келдім. Масқара енді. Әр жерді қазып тастаған, жылда жаз болса қазат, оның бәрі әкімдердің бизнесіне айналған қай заман. Бұлар ақшаны жылда шығара береді, жол жөндей береді. Тәуелсіздікті де қазып тастапты. Кешеден алдын Абылай хан көшесін істеп жатқан сияқты. Жылда тамаша көшелерді қирата береді. Өкінішке қарай, енді мына Біріккен Араб Әмірлігіндегі тұрмыс тіршілікті қарасаңыз, барлығы бизнесте істеген келсе де, не істесең ол істе, тек адал қызмет атқар, шынайы қарас. Сондықтан ол жердегі төрткүл дүниеден келіп жұмыс істейді екен. Егер де сен жұмысыңды уақытында келіп, уақытында кетпесең, сені бірден депорт қылады екен. Еліңе қайтарып жібереді. Сондықтан жанталасып, жан тәнін, барлық күш-жігерін, күш-қуатын жұмысқа салатын көрініп тұр. Барлығы күлімдеп, қуанышты, керемет болып. Бізде қалай? Бізде жұмысқа орналасқан кезде откат беріп кіреді, өкінішке қарай. Сөйтіп бірінші келген адамдарды бірінші сұрайды екен, кришаң кім деп. Масқара енді. Бізде кришаң кім дейді, әр жерде криша деген нәрсе түсінік жоқ. Абу-Даби мен Дубайда мүлдем бөлек қарым-қатынас. Сен егерде өзіңде тиянақты, дұрыс, салмақты да жұмысыңа шынайы, адал істесең болды. Сенің жалақыңды ешқандай, оларды айтпақшы жалақыны уақытында беріп тұрады екен. Әр келісімге байланысты, келісім шартқа тұрған кезде 1 апта дейсің ба, 2 аптада береді, қаласаң 3 аптада, қаласаң 1 айда береді. Сөйтіп оқтын беріп тұрады. Егер жақсы десең, біздерде премия дейді ғой, қосымша тағы да береді деп жүр. Мен барлығын зерттеп келдім. Сонда қарап отырсаңыз, сол кезде адамға жаңағы құштарлық болады. Жұмысыңа жақсы істесең, адал істесең, сосын отзыв жазып кетіңізші, журналдарына отзыв жазып кеттім, сайтына жазып кеттім отзыв. Керемет мақтап. Расында да ол жердің сервис дейді ғой, қызмет атқару ерекше, адамның жанын жадыратады, күліп тұрады, айқайлап жүрген, жынданып жүрген ешкім жоқ. Тек қарасаң, біздің қазақтар ғана қарым-қатынас, айқайлап, шулап не алады. Бәрі сыпайы, мәдениетті, керемет. Кейін мына қайтар кезден 1 күн бұрын мен сафариге бардым. Қызылқұмға шығып, джиппен айдап былай болды. Сосын шоу программасын көрсетті. Оны бәріңіз көріп те, біліп те жүрген шығарсың. Бірақ өмір болғаннан кейін әртүрлі елдерді көрсеңіз, мен біраз елді аралаған адам ретінде айтайын, ғажап адам. Саяхаттау адамға нұр сыйлайды, адамға деген
жаңағы құштарлықты артады, өмірге деген сүйіспеншілігің, мына қоршаған ортадағы адамдарды сыйлауың, қоршаған ортадағы адам, жан жануар, өсімдік әлемі, қарап отырсаң табиғат, жаратылыс, 18 мың ғалам жаратқан алла тағаланың шеберлігіне ғажап. енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, эмоциям керемет болып тұр. Егер де осындай саяхатта кімде-кім армандайтын болса, өзімен бірге отбасын, бала шағасын алып барып жатыр қанша адамдар Травориумның арқасында. Жазылыңыздар, телефонда хабарласыңыздар. Әрдайым біз көмектесуге қол ұшын созуға, өйткені әрбір қазақ менің жалғызым дейді ғой. Сол сияқты бір қазақтың баласы болғаннан кейін бір-бірімізге деген құрмет, ізет, жаңа өмірге деген құштарлығыңыз артса, тіптен жақсы. Өмір деген керемет қой, ғажап, түсіне білген адамға. Сондықтан бұл өмірді жақсы көру керек. Кешегі бүкіл ақын жазушылар да осы өмірге деген құштарлығын, жақсы көретіндігі, арайлап атқан таң мен қызарып батқан күнді көру әркімге бұйыра бермейтіні бесенеден белгілі. Сондықтан мынау американдық қара нәсілдердің құқын қорғаған кезінде Мартин Лютер Кинг деген айтады, өмірді сондай ғажап, әрбір сағатыңды, әрбір минутыңды қуанышпен алдыңа мақсат қойып ұмтылсаң, саған қоршаған ортадағы адамдар, жан жануарлар, өсімдіктер сені қолапаштап сол мақсатыңа жетуіңе үлес қосады дейді. Сол айтпақшы, сіздермен болған Жұмамұрат Кеңесұлы Шәмші. Лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.